Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге баклажаннан жасалынатын өте горячий салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен керек заттардың барлығын дайындап аламыз. Мен бұл жерде бір ғана тарелка, бір ғана порция шығатын заттарды дайындадым. Сіздер керек болса құрамын көбейтіп жасай бересіздер. Ең алдымен болгарскийді осылайша сопақтау етіп турап шығамыз. Баклажанымызды да видеода көрсетілгендей алдымен 4-ке бөліп аламыз, осылайша турап шығамыз. Баклажанымыздың үстінен 1,5 ас қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде баклажандарымыздың хрустящий болып шығуына көмектеседі. Және де помидорымызды да видеода көрсетілгендей 4 етіп турап аламыз. Ол жер видеоға түспей қалыпты. Осылайша табамызға майымызды қыздырып, үстінен болгарскийді салып 3-4 минут қуырып аламыз, болгарскийларымыз өлгенше. Оның үстінен баклажанымызды салып, осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл болып, екі жағы да қызарғанша қуырып аламыз. Ыдысымызға болгарский, баклажан, помидорымызды салып аламыз. Пиязды осылайша кішкене ғана қоссаңыздар болады, әдемі дәм береді. Немесе қызыл пияз болса әдемі көрінеді. Және де чесноктарымызды майда үккіштен өткізіп аламыз. Оның үстінен дәміне қарай кішкене тұзбен 1,5 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Және де оның үстінен кинзамен көк пияз болса, көк пияз турап қоссаңыздар дәмі өте әдемі болады. Дастархандарыңыздың санын әдемі ашады деген ойдамын. Тарелкамызға салып, үйлеріңізде осындай бальзамический уксус болса, бетіне сәндеп берсеңіздер болады. Бұл бірақ міндетті емес. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.